Скат әуе компаниясы 2024 жылы 329 миллиард теңге ақша тапқан. Егер сол жақта кірістер бөліп қарайтын болсақ, олар жолаушылар тасымалдауынан 302 миллиард теңге ақша тапқан, келесі жүк тасымалдауынан 2 миллиард 782 миллион теңге ақша тапқан, және де мемлекеттік бюджеттен әуе билеттер қолжетімді болу үшін 4 миллиард 441 миллион теңге субсидия алынған. Және де Скат әуе компаниясында мысырлық Red Sea Airlines деген компаниядан 40% үлестері бар. Одан мысырлық мемлекеттен 1 миллиард 612 миллион теңге субсидия алынған, және де басқа кірістері 17 миллиард 504 миллион теңгені құрайды. Ары қарай шығындарды қарайтын болсақ, жалпы әуе компания шығындар саны өте көп. Ең үлкен шығындардың бірі бізде жанармай шығыны, ол 77 миллиард 153 миллион теңге ақшаны құрайды. Келесі бізде аэропорттарға төленген ақша, ол 42 миллиард 254 миллион теңгені құрайды. Және жұмыскерлердің қызмет ақысына 15 миллиард 791 миллион теңге ақша бөлінген, материалы и запчасти 18 миллиард 772 миллион теңге, және де басқа өзіндік құн шығындары бойынша 89 миллиард теңге ақша бөлінген. Және де оның ішіне жалпы амортизация, самолеттердің арендасы, борт питание кіреді. Және Скат әуе компаниясы 2024 жылы 9 миллиард 506 миллион теңге салық төлеген, және бүкіл шығындардан кейін олардың таза пайдасы 36 миллиард 384 миллион теңгені құрайды. Менің есімім Арсен, финанс аналитикпін. Осындай компанияларда 10 жылдық тәжірибем бар. Егер де өзіңізге немесе кәсібіңізге қаржылық талдау жасағыңыз келсе, консультация жасаңыз болады.